Сәлем досым, бүгінгі сабақта ұлы даланың ұлы тұлғаларымен танысатын боламыз. Әрбір халықтың ұлы тұлғалары бар екені баршаға мәлім. Олар өз елінің мақтаныштары және сол елдің тарихын жасаушы тұлғалары. Қазір экранға бірқатар тұлғалардың суреті беріледі. Сен берілген сурет арқылы тұлғаның кім екенін тауып көрші, мұқият бол. Бұл қай тұлға? Бауыржан Момышұлы. Бауыржан Момышұлы 24 желтоқсан 1910 жылы дүниеге келіп, 10 маусым 1982 жылы дүниеден озады. Кеңес одағының батыры, жазушы, екінші дүниежүзілік соғыстың даңқты жауынгері, әскери қолбасшы, стратег және тактик. Бұл қай тұлға? Шерхан Мұртаза. Шерхан Мұртаза 1932 жылы 28 қыркүйекте Жамбыл облысы Жуалы ауданы Мыңбұлақ мекенінде дүниеге келген. 1955 жылы Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінің журналистика факультетін бітірген. Жазушының әр жылдары Табылған теңіз, Белгісіз солдаттың баласы, Ахметжанның анты, Мылтықсыз майдан повестері, 41 жылғы келіншек, интернет наны әңгімелері, Қара маржан, 5 кітаптан тұратын Қызыл жебе, Аймин Айша романдары, шығармаларының 4 томдығы, шығармаларының 6 томдығы, таңдамалы шығармалардың 7 томдығы, Елім, саған айтам, елбасы сен де тыңда, бір кем дүние кітаптары жарық көрген. Бұл қай тұлға? Кенен Әзірбаев. Халық ақыны, күміс көмей әнші әрі композитор Кенен Әзірбаев 1884 жылы 19 маусымда қазіргі Алматы облысы Жамбыл ауданы Мәтібұлақ ауылында дүниеге келеді. Ал 1957 жылы сол кездегі Жамбыл облысы Қордай ауданы Киров колхозына көшіп барып, өмірінің соңына дейін осы елді мекенде тұрады. 1976 жылы 92 жасында қайтыс болады. Ақынның мәйіті тұрған үйі, мұражайы осы жерде. Кенен екі облысқа ортақ ақын дейтіні де сондықтан. Қазіргі күні бұл жер Кенен ауылы деп аталады. 19 ғасырдың аяғында дүниеге келіп, 20 ғасырда ұлттық рухтың ұлы өнерпазы, жырауы, әрі ақыны, жыршысы, әрі күйшісі, әншісі, әрі композиторы, шежірешісі, әрі ірі қоғамдық қайраткері болып танылған Кенекеңнен халқымыздың алтын қорына барып қосылған сан салалы мол мұра қалды. Оның Бозторғай, Көкшолақ, Бұлбұлға, 16 жыл сияқты әндері әуендік толымды жаңалықтарына қоса бітім құрылысы мен тақырыбы тұрғысынан да өзіндік төл сипатымен дараланады.